Логопедиялық сабақ. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде тіл дамыту сабағы. Сабағымыздың тақырыбы берекелі алтын күз. Сабағымызды бастамас бұрын саусақ жаттығуын жасап жіберейік. Саусақтарымыз дайын ба? Добым домалақ, ұстатпайсың домалап, үстел үстін бүлдірдің, тәрелкені сындырдың. Жарайсыңдар балалар. Енді кішігірім видео жазбамызға назар аударамыз. Алтын сары қызыл көк, алуан жапырақ, күзгі бақта күлімдеп, көз тартады атырап. Тағы бірлет оқиын. Алтын сары қызыл көк, алуан жапырақ, күзгі бақта күлімдеп, көз тартады атырап. Балалар, осы өлеңде жылдың қай мезгілі туралы айтылған? Жарайсыңдар. Көз мезгілі туралы айтылған екен. Көз мезгілінде табиғатымызда қандай өзгерістер болады екен? Күн күркіреп, жаңбыр жиі жауады. Адамдар жылы киіне бастайды. Күн суытады. Ағаштардың жапырағы сарғайып, жерге түсе бастайды екен. Жаз мезгіліндегі жасыл жапырағымыз ең алдымен сары түске енеді. Одан кейін қызғылт сары болады екен. Одан кейін қып-қызыл түске еніп, алуан түрлі жапырақтарымыз жер бетін басады. Сол себепті халқымыз күзді алтын күз айы, қоңыр күз деп атаған. Себебі айналамыз сондай жарқырап, қоңыр боп жатқандықтан осылай атаған. Және де күз айларында көкөністер мен жемістер піседі. Сол себепті күз мезгілін молшылық, берекелі ай деп атаймыз. Ендеше жаңа сөздерді қайталайық. Алтын күз, қоңыр күз, молшылық, берекелі. Тағы бір рет қайталаймыз. Алтын күз, қоңыр күз, молшылық, берекелі. Жарайсыңдар балалар. Енді сендерге үйге тапсырма. Бірдей жапырақты тап, сары түспен боя. Әр түрлі жапырақтарды жасыл түспен боя. Тапсырманы мұқият қарап, орындаймыз. Ендеше балалар, осымен біздің оқу қызметіміз аяқталды. Амандықта жүздескенше қош сау болыңыздар.